Армысыздар, құрметті телекөрермен қауым. С вами вновь передача «Мың бір сөз» и я, ее ведущая Наталья Дементьева. Я напомню, что в прошлом выпуске мы учились говорить о себе и своей семье. Познакомились с новыми словами и выражениями. Сегодня мы познакомимся со словами на тему «Менің жұмыс күнім» – «Мой рабочий день». «Менің жұмыс күнім» – «Мой рабочий день». Дене тәрбиесі – жаттығулары, упражнения утренней зарядки. Мен жуынамын, умываюсь. Таңертеңгі асты ішу, завтракать. Сағат 8-де, в 8 часов. Мен үйден шығамын, я выхожу из дому. Мен автобусқа отырып, жұмысқа барамын. Сажусь в автобус, еду на работу. Түскі ас, обед. Мен демаламын, отдыхаю. Мен ұйықтауға жатамын, ложусь спать. Жұмыс күні мен сағат 6-да тұрамын. Дене тәрбиесі жаттығуларын орындаймын. Жуынамын. Таңертеңгі тамағымды ішемін. Сағат 8-де үйден шығамын. Автобусқа отырып, жұмысқа барамын. Сағат 1-де түскі асымды ішемін. Жұмысымды сағат 6-ға дейін істеймін. Үйге келіп, дем аламын. Сағат 10-да ұйықтауға жатамын. Менің жұмыс күнім, мой рабочий день. Дене тәрбиесі, жаттығулары, упражнения утренней зарядки. Мен жуынамын, умываюсь. Таңертеңгі асты ішу, завтракать. Сағат 8-де, в 8 часов. Мен үйден шығамын, я выхожу из дому. Мен автобусқа отырып, жұмысқа барамын. Сажусь в автобус, еду на работу. Түскі ас, обед. Мен демаламын, отдыхаю. Мен ұйықтауға жатамын, ложусь спать. А теперь сами попробуйте рассказать о своем рабочем дне. Надеюсь, у вас все получится. А наша программа подошла к концу. Увидимся завтра. Көріскенше, аман сау болыңыздар.